келдіңіздер бүгінгі біздің отырысымызға. Рахмет. Біздің мектебіміздің директоры Ғали Ақылбекқызы 20 ақпаннан бастап Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептер педагогикалық шеберлік орталығында мектеп басшыларына арналған 6 айлық курсты оқып бастап кетті. Қазіргі таңда бізге тәжірибеге келіп отыр. Бүгінгі таңда білім беру жүйесіне жүріп жатқан өзгерістер педагогтардың ғана емес, білім беру ұйымдары басшыларының да үздіксіз кәсіби даму қажеттігін айқындап отыр. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында бағдарламаларды іске асыру үшін мұғалімдерді біліммен, дағдылармен қамтамасыз ету және олардың пікірлерін өзгертуге ықпал ету жеткілікті емес екендігін көріп отырмыз. Табысты мектеп болу үшін жалғыз бір адам, немесе мектеп директоры, немесе әкімшілік қана емес, мына отырған ұжым болып табысқа қол жеткізуіміз керек. Ол үшін тағы да айтамын, мұғалім өзінің кәсіби біліктілігін күнделікті, тұрақты түрде дамытып отыруға міндетті. Оны сонда ғана біздің балалардың бойына дарытатын біліміміз құнды болады деп есептеймін. Баланың сабаққа деген қызығушылығын арттыра отырып, күнделікті сабағымызға керемет дайындықпен келсек, әсіресе жаңартылған білім беру мазмұнындағы lesson study үрдісін қолға алсақ түгел жаппай бәріміз міндетті түрде табысқа қол жеткіземіз деп мен айта аламын. Озық елдердің қатарына енуіміз ол міндетті. Яғни жаңартылған білім беру жағдайында заманауи мектеп басшысы жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін ынтымақтастық ортада бірлескен жұмыс істейтін табысты көшбасшы болуымыз керек. Инновациялық басқарудың нәтижесінде ғана біз болашақтың тізгінін ұстайтын функциялық сауатты 21 ғасырдың жаңа буын өкілін тәрбиелейді екенбіз. Құрметті әріптестер.